Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен ПП Рафаэлло жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз миндалімізді ыстық суға салып қоямыз. Яғни миндальді сыртынан тазартуымыз қажет. Ал енді суымызды ыдысымызға құйып, мөлшерімен қолдану қажет. Одан соң оның үстіне сухое молоко, яғни кептірілген сүтімізді саламыз. Оның үстіне кокосовая стружкамызды саламыз. Және де оның үстіне балымызды қосамыз. Және барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ал енді ыстық суда тұрған миндалімізді тазалаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей миндальдің сыртын ашып алуымыз қажет. Ыстық суда салынып тұрса, ашылуы өте оңай және жылдам болады. 5 минут, не болмаса 10 минут тұруы қажет. Барлық миндалімізді тазалап аламыз. Маған 8 дана миндаль қажет болды. Себебі мен 8 дана ПП Рафаэллосын жасадым. Енді жаңағы массамызды жақсылап дөңгелекше формаға келтіреміз. Яғни Рафаэллоның формаларын жасаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей қолмен жасасаңыздар болады. Міне дөңгелекшелеріміз дайын болды. Енді осы дөңгелекшенің ортасын жаймен ашып, оның ішіне бір дана миндалімізді салып, қайтадан дөңгелекше формасына келтіреміз. Қолыңызбен жақсылап араластыра отырсаңыз, сізде дөңгелекше формалар шығады. Осындай 8 дана ПП Рафаэллосын жасап шықсаңыздар болады. Мінекей біздің ПП Рафаэллоларымызды енді 20-30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. ПП Рафаэллоларымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.